Астапыралла, астапыралла, астапыралла. Бұл не деген сұмдық дейсіз ғой? Жалпы өзіміздің менталитетімізге жат нәрсені бүгін көрсетіп отырмыз. Және де біздің дінімізге де, әдет ғұрпымызға да, өзіміздің менталитетімізге де өте жат болған нәрсе. Ол әлі де мынау бір жыныстық қатынастар болып отыр ағайын. Қазіргі таңда өздеріңіз білетіндей, көріп жүргендей, әлеуметтік желілерде көп тараған жалпы бір жыныстық қатынастар деп атаймыз, иә. Оған қандай кісілер келеді, қандай адамдар олар, және де қасымызда жүрген адамдар ма? Оның барлығын қайдан білеміз? Осы дәл бүгін сол видеоны жазып отырмыз. Былтырда көптен неге резонансқа ие болған бұл именно осы тақырып болып отыр. Қазақстанда күн сайын дамып баратқан бір жыныстық қатынастар, солар туралы бүгін айтатын боламыз. Ағайын, біліп жүріңіздер, білетін кісілер болатын болса, ары қарай өте беріңіздер. Ал егер қызықты ақпарат көреміз дейтін болсаңыздар, осы видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Көгілдір жігіттер олар кімдер? Көгілдір болған, жалпы былай айтқанда голубой болған жалпы әдет па, немесе ауру ма? Соны талқылап алу керек алдымен әрине. Бүгінгі таңда болып жатқан мысалға именно бір жыныстық қатынастар, бір жыныстық некелер неден тараған, қай жерден келе жатыр, қай уақыттан бері келе жатыр. Неге бұрын оны нәрсе көрсетілмеген, бірақ қазіргі таңда әлеуметтік желі дамыған сайын, интернет дамыған сайын неге көбейіп бара жатыр? Әрине, өздеріңіз білетіндей, бұрын соңдыда болған бұл нәрсе, бірақ көбінесе жария етілмеген және айтылмаған нәрсе. Ол нәрсе біздің ұят болғандықтан ешкім оны жариямаған. Бірақ қазіргі таңда мынау батыс жаққа, немесе мынау үстіміздегі Ресей жаққа көп еліктеген жастар бар ағайын. Солардың көбісі сізбен бізге білмейтін дүниенің барлығын біледі, именно сол бір жыныстық қатынастар туралы. Сол жайлы айтып өтпекшіміз. Біріншіден, олар кімдер? Яғни жай мысалға еркек пен әйелдің ара қатынасы не деп аталады? Яғни гетеросексуализм. Яғни ол мысалға сіз бен мен мысалы үшін әйел жақсы көретін болсам, әйел мені жақсы көретін болса, арамыздағы отношение, яғни ориентация, ол гетеросексуализм деп аталады. Яғни кәдімгі жалпы үйреніп қалған жағдай. Ал енді мәселе еркек пен еркек немесе әйел мен әйел қатынаста болатын болса, ол не деп аталады? Гомосексуализм дейді. Яғни грек тілінен аударған кезде бір жынысты қатынас деп аталады. Не үшін одан пайда болады? Именно не үшін бұлар бір жынысты? Бұлар ауру ма расында? Әлде жаман киноны көп көріп, әдетке айналдырған дүние ма? Әрине жоқ. Бұның астарындағы жалпы айтқанда шындық, сонау 19 ғасырдан бері келе жатқан дүние. Жалпы 19 ғасырлардың соңында, жалпы 20 ғасырлардың басында Зигмунд Фрейд деген кісі болған. Білесін болсаңыздар, үлкен кісілер бұрын философия или психология өткен болсаңыздар, Зигмунд Фрейд ол именно психоанализдің атасы болып саналады. Яғни батыс Европа мысалы үшін именно медицинасында, психосоматика бойынша, психоаналитика бойынша кісі болған. Сол кісі именно осы гомосексуализмді именно зерттеген кісі болып табылады. Қалай зерттеген? Жалпы басында басталған кезде бұны ауруға жатқызған, яғни психологиялық ауруға жатқызған. Содан соң барып, ол кісі қайтыс болғаннан кейін, жалпы мынау 50-ші жылда, 20 ғасырдың 50-ші жылдарында бұны патологияға жатқызды. Патология деген өздеріңіз білесіздер, жалпы ауру деп. Ол психологияға қатысы жоқ, яғни патология болып, ауру болып есептелді осы уақытқа дейін. Кейін жылдар өте, яғни Союздың кезінде бізде болмаған деп есептеледі, яғни 90-шы жылдардан бері қарай жалпы барлық қазіргі СНГ дейміз ғой, бұл айтқан Союз тарағаннан кейін көбінесе барлық бәленің бәрі сыртқа шыққаннан кейін өздеріңіз білесіздер, қандай болып кетті? Жалпы ЛГБТ деген, яғни пайда болды, термин пайда болды. ЛГБТ деген не деген? Именно лесбиянка, гейлар, бисексуалдар және трансгендердар деп аталады. Соның мағынасы деген ғой ЛГБТ. Былтыр көп жерден көрген болсаңыздар, именно мынау ұлттық арналарда емес, енді басқа да жеке арналар болады, сол жерде осыны талқылаған болатын. Яғни гей парадтар қайдан пайда болып отыр? Яғни біздің Қазақстанда сол именно ЛГБТ-ны дамыту үшін, яғни құқықтарын бұзбаңыздар біздің деп, сондай шеруге шыққан болатын. Оның бәрін әрине
көп адам көрді, боқтады оларды, жаманат қылды. Дұрыс, иә, бізге ол өте жат нәрсе. Және психология тұрғыдан кішкене сәл ми істемейтіндер адам деп ойлаймыз ғой, мысалы үшін, да, ауру адам деп ойлаймыз. Енді именно сол қай жерде дамыған, мысалы үшін Европада дамыған болса, Европа мемлекеттерінде Испания немесе мынау Португалия дейміз, Франция дейміз, сол мемлекеттерде бұл өте именно сол кісілер үшін, яғни гомосексуалистер, бір жыныстық қатынастар үшін өте қауіпсіз мемлекеттер болып саналады, иә. Ал өздеріңіз ойлаңыздаршы, именно Центральный Азияда, яғни Орта Азияда ең қауіпсіз мемлекет именно осы гомосексуалистер үшін қай мемлекет екенін бірден таба аласыздар ма? Бірден таба аласыздар ма? Әрине, өзіміздің еліміз Қазақстан болып табылады. Иә? Ең қауіпсіз мемлекет. Неге гомосексуалистер Тәжікстанға барып, немесе Өзбекстан, Ауғанстанға барып, қырып жібереді оларды? Иә? Сол жерде мойындарынан үзіп, сол жерде асып қояды, мысалға, да? Ол рас нәрсе ғой. Ал біздің Қазақстан барлық воротасы ашық мемлекет қой, былай айтқанда. Барлық нәрсені кіргізіп жатырмыз. Ертең ол бәленің бәрі уже бетіне шығып кетті. Шығып кеткеннен өзіміз қайтарамай отырамыз. Соңында не істейміз? Саусағымызды тістеп отыратын боламыз, иә? Ал ағайындар, тақырыптан кішкене алыстамайық. Именно былай медицина көзқарасы бойынша гомосексуализм 4 кейіпке бөлінеді, иә? Біріншісі қандай? Сол гомосексуализм, бір жынысты оған әйелдер де кіреді, яғни лесбиянка деп атаймыз, және де транссексуалдар бар, и трансгендерлер бар, және бисексуалдар бар. Трансгендер мен транссексуалдың арасында айырмашылық, трансгендер ол жынысы өзінен өзі гормоналдық түрде өзгергеннен кейін, өзі адам, мысалы үшін, еркек болатын болсаңыз, сіздің, мысалы үшін, именно жасөспірімдік кезінде болатын дүние ол, бара-бара жыныстық мүшелер өзгере бастайды. Яғни, мына көкірек, еркек адамда көкірек өзінен өзі өсіп шығуы мүмкін. Өзінен өзі көкірек өсіп шығуы мүмкін, сондайды көргенсіз бе? Және де жыныстық мүшелерде өзгерістер пайда болады. Яғни, еркек адамның гормондары тестостерон болатын болса, әйел адамдікі эстроген болатын болса, сол именно гормондар араласып, жартылай болып қалады, да, былай айтқанда. Сонда әйел адамдікі еркекке өтіп кетеді, еркек адамдікі әйелге гормондар. Сол кезде нарушение трансгендер деп аталады. Ал транссексуал дегеніміз ол мүлдем басқа дүние. Яғни, ол ешқандай іштегі гормондары өзгермеген кісілер, яғни ер кісілер өзін әйел істеп алады, яғни көкіректерін специально именно маммопластика қылып, яғни операция істеп істіртеді, ерін, және де бірақ жыныстық жақтарына, жыныстық мүшелеріне тиіспейді, жыныстық мүшесі сол күйі қалады. Тек көкіректерін істіреді, және де өздеріне гормон құяды, гормон, әйелдердің гормондарын өзіне егеді, былай айтқанда. Уколмен кәдімгідей егетін болады, және де небір түрлі гормондар ішетін болады. Вот солар транссексуал болады. Ал бисексуалдар дегеніміз ол именно өз жынысымен бірге, және де өзге жыныспен де бола береді. Яғни екі жыныспен де болады. Әйелмен болса әйелмен, еркек болса еркек, разница жоқ оларға. Ал гомосексуалдар бағана бір жынысты. Яғни тек қана өзінің жынысын ғана, яғни өзінің, мысалы еркек болса еркек, немесе әйел болатын болса, әйелмен ғана солар болады. Олар именно бір жынысты болады. Мысалға, енді медициналық точкадан жалпы медик болған соң, врач болғаннан кейін сұрақтар болады ғой. Сіз өзіңіз врач болып тұрып, өзіңіз қалай ойлайсыз? Олар ауру ма, жоқ әлде әдет па деген сұраққа, мысалы үшін, бағана мен басында айтып кеткен, именно Зигмунд Фрейд деген кісі зерттеген болатын, яғни емдеуге әрекет істеген болатын. Бір байдың қызы бар еді, жалпы бір бай кісі болған, аристократ дейміз ғой, былай айтқанда. Соның қызы осындай күйге тап болған, яғни гомосексуал, қыздың өзі, мысалы. Сол кезде неден болды деп ол әбден тексереді ғой. Тексерген кезде сол қыздың анасы тағы да бір баланы дүниеге әкелген болады. Ол бала ұл бала болып шығады, и әке-шешенің көңілі сол кішкентай балаға ауып кетеді. Сол кішкентай баланың қызғандығынан ол ойлайды, анау жыныстық мүшесі бар деген үшін ойланып қалып, ол қыз не істейді? Соны қызғана бастайды. Егер менде де сондай мүше болатын болса, мені де әке-шешем солай жақсы көретін еді ғой деп жауап берген екен сол 15 жасар қыз. Түсінікті ғой, яғни
бір 90 ауыз сөздің тоғытерін айтайын, именно врач бола тұрып, бұл сексуальный развитие, яғни жас өспірімдердің сексуалдық дамыған кезінде, дамып жатқан кезінде болатын нарушение, яғни бұзылыс, құбылыс және де бұзылыс деп атаймыз, гормондардың өзгеруі. Ол бірден, мысалы үшін 20-30 или 40 жасар адам өзінен өзі былайша айтқанда гомосексуалист болып кете қоймайды, немесе лесбиянка болып кетеді, ол баяғыдан келе жатқан дүние. Сол жасөспірімдік кезінде нарушение болған, болғандықтан кейін не болған, және де мына өзгерістер болғаннан кейін әке-шешесі мән бермеген болар, мысалға. Оны тек қана мысалы үшін жағдайы төмен семьяларда болмайды, ол байдың балалары болады, мысалы үшін. Әрине. Сол үшін именно мен айтарым сіздерге, бала шағаларыңыздың немен айналысып жатқан, именно жас өспірімдер болатын болса, үйде қандай видеолар қазір тамашалап жатыр. Егер қыз балалары болатын болса, қазіргі таңда дамыған шаштарын розовый, жасыл, көк цветтерге бояп болады. Мысалы үшін олар неформальный движениялар бар қазір, мысалы үшін Қазақстанда да бар, эмо деген, гот дегендер бар. Мысалы үшін эмо дегендер дәл сол анимеге қызығып, жапон культурасын, яғни жапон мәдениетін қызыққандықтан, мысалға, солар шаштарын бояп болады розовый цветке, мысалы үшін мультяшный цветтерге бояп болады. Ол жаман нәрсе. Ол жаман нәрсе дегенім, өйткені жапон именно сол мәдениетінде аниме деген нәрсе көбінесе неге алып барып келеді? Порнографияға алып келеді, порноға апарып келеді. Өйткені именно жасөспірім қыздарда қызығушылық соған, ауады. Именно сол қыздармен қыздар қол ұстасып жүретін болады, және бояп өздерін жыныстық мүшелерін ұстап дейтіндей, мысалға. Сол үшін именно егер жасөспірім қыздарыңыз болатын болса, сол шашын бояғанға көбірек мән беріңіз. Не тамашалап жатыр, қандай сайттарды көріп жатыр, соларды қадағалағаныңыз жөн, ағайын. Егер ол бала болатын болса, мынау бірінші жүріс-тұрысынан байланысқан, киінген киімінен, қаншалықты тар киім киеді, қаншалықты тар шалбар киеді, еркек кісі болғаннан кейін, кәдімгі жабыстырып киіп алу мода ғой, бірақ ол жабыстырғанның да жабыстыруы бар. Және де балалар шаштарын қиған кезде қаншалықты дұрыс қиып жатыр, сіздің өзіңіздің пікіріңізше деп отырмын. Біреудің пікіріне неғылмаңыздар, қарамаңыздар. Өзіңіздің пікіріңіз қалай олай? Сол дұрыс деп жатыр ма, әлде дұрыс деп жатқан жоқ па сол бала? Өзіңіздің пікіріңіз қандай? Сол пікірді ойланыңыз деп жатқан жерім сол. Обязательно бір психологтарға барып, оның қажеті жоқ. Бірінші пікірі өзінен болып шығады. Содан кейін қалған, егер шынымен де күмәніңіз болатын болса, онда өзімен сөйлескен дұрыс. Бірінші балаңыздың өзімен сөйлескенде толыққанды сұрақ жауап ала алмадыңыз ба, значит, оған психологқа жүгінгеніңіз дұрыс. Қазіргі таңда кім бармайды психологқа? Барлығы психологқа барады. Бірақ именно егер сіздің балаңызға қазірден, именно жас өспірім кезінен егер көңіл бөлмесеңіз, онда алдағы уақытта бір алла біледі не болатынын. Дәл осылай дамып кете беретін болса. Енді жақсы ұрпақ өсіру, ағайындар, біздің өзіміздің қолымызда. Алдағы уақытта, мысалы үшін, былтыр Айран деген, егер не болса да реклама емес, енді бұл айтып кететін жайым бар, Айран деген канал бар. Сол жерде именно осы гомосексуалистердің тақырыбын қозғаған болатын. Бірақ орыс тілінде. Оны кімдер көрді? Тек қана Қазақстандағы басқа ұлттың өкілдері, немесе өзіміздің орысша сөйлейтін қазақтар көрді. Ал қазақша сөйлейтін қазақтар не көрді? Оны көрмей өткізіп жібере салды. Оны жартысын түсінетін, жартысын түсінбеген видеоңды қалай көресің? Сол себепті бұл видеоны шығарған себебіміз де, мақсатымыз да солай. Біз ешқандай ЛГБТ немесе гомосексуалистерді, лесбиянка, бисексуалдарды біз мақтап, немесе марапаттап, мадақтап тұрған жоқпыз. Наоборот, өздеріңізге кішкене құлақ жарма дейміз ғой, сол құлақтарыңызға алтын сырға көріп жүріңіздер, біліп жүріңіздер. Именно қазақ сөйлейтін, орысша сөйлей алмайтын кісілер, орысша түсінбейтін кісілер бар. Сол шалғай ауылдарда ол ЛГБТ-ң не екенін қайдан білсін ол кісілер? Гомосексуализм голубой деп қояды, болды, оның неден келіп туылғанын да білмейді. Ең бастысы ол нарушение, яғни бұзылыс, бұл ауру, бұл патология. Бұл және психологияның отклонение десе де болады. Ағайындар, жақсы ұрпақ өмір сүру өздеріңізде. Бүгінгі видеомыз сіздерге ұнаған болса, әрине пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк қойсаңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Алдағы уақытта мынау неше бір түрлі видеоларымыз бар. Күшті соның барлығын тамашалаңыздар. Именно қазақ тілінде болатын
осындай видеолар көбейсін десеңіздер, осы каналдың дамытуына егер атсалысамын десеңіздер, тек қана сіздерден лайк және тіркеліп өтіңіздер, тіркелмеңіздер, комментарий жазып өтіңіздер. Алдағы уақытта әртүрлі қызықты видеолар болатынына боламыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, отбасыларыңызға тек береке, аманшылық тілейміз. Сіздермен болған доктор Шырхан, қош сау болыңыздар.